Мекемелерде ыңғайлы әрі қауіпсіз күту аймағын ұйымдастыру аса маңызды. Әдетте, ондай жерлерде келушілер қызмет алу үшін кезекте тұрады. Аймақ еденге құлау, тайғанап кетуден қорғау, биіктен құлау, күйік шалу, өткір, қадалатын және кесетін интерьер элементтері сияқты жарақаттану жағдайларын алдын алуды ескерумен жобалануы тиіс. Тайғанамайтын едендер, бала бойының деңгейінде әйнек бөлшектерді аз қолдану, баспалдақ ойықтарын қоршау, жиһазда үшкір шыңқылықтардың болмауы, жиһаздың және биіктігі 1 метрден артық интерьер нысандарының сенімді бекітілуі. Келушілердің еркін қозғалуына арналған жеткілікті кеңістік. Сонымен қатар жеткілікті отырғызу орындары, келушілерге арналған сантораптардың жеткілікті саны және ол жерде тиісті санитариялық, гигиеналық талаптардың сақталуы. Ауыз су қолжетімділігі, қоқыс жәшіктерінің қолжетімділігі. Ең кішкентай келушілердің негізгі қажеттіліктерін шешуге көмектесетін инфрақұрылымды ойластыруға кеңес береміз. Бұл барлық келушілерге арналған ауыз судың қолжетімділігі. Бала емізуге арналған жеке аймақ. Жөргектеу үстелі. Сантораптағы балалар жабдығы. Оның ішінде ересектер унитазының үстіне қойғыш немесе жеке балалар унитазы. Ал енді қолжетімді Қазақстан виртуалды картасының бағдар жолы мысалында балаларға арналған қолжетімділік, қауіпсіздік және достық стандарттармен танысуды ұсынамыз.